Олардың мемлекеттік қызметтегі еңбегін көре отырып, өзіме осындай оң жақтарын белгіледім. Біріншіден, бұл тұрақтылық, екіншіден, ертеңгі күнге деген сенімділік, үшіншіден, жоғары өмір сапасы, төртіншіден, адал еңбектің бағалауына, бесіншіден, адалдық пен әділдік бәрінен жоғары қою, алтыншыдан, отбасы құндылықтардан дәріптеу, және жетіншіден, мансапқа жол ашады. Менің аты жөнім Төлеш Нұрислам Нұрлыбекұлы. Мен номер 2 Ертіс жалпы орта білім беру мектебінің 5-ші сынып оқушысымын. Біздің үйдің тұңғышымын. Бұл бейнероликте мен мемлекеттік қызметке деген өз көзқарасымды білдіріп, және мемлекеттік қызметтегі еңбек әулеті, біздің Бекбауовтар әулеті туралы баяндаймын. Менің атам Төлеш Арғынұлы Бекбауов. Мемлекеттік қызметте 20 жылдан асуымен еңбек етіп келеді. Оның көптеген марапаттары бар. Үздік мемлекеттік қызметшісі, Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл медальдарының егері. Оның қызметі аудандағы аса қиын әрі күрделі аумақ. Өйткені менің атамның жұмысына аудан халқының тұрмысшылығының қаптамасы етілуіне байланысты ауыз су, жол, жылу желілерінің жұмыс бәрі атамның еңбегіне. Ол тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің басшысы. Бұған дейін Ертіс, Қызылжар ауылдарының әкімі болып қызмет істеді. Менің әкем Нұрлыбек Төлешұлы Бекбауов аудандық қазынашылық басқармасының бас маманы, мемлекеттік қызметтегі жұмыс өтілі 14 жыл. Біздің отбасымызда әкем, анам, мен және менің бір інім, бір қарындасым бар. Ағам мен жеңгемнің отбасында ерекше тоқталып өткім келеді. Өйткені олардың өмірінде мемлекеттік қызметтің алатын орны маңызды. Біріншіден, ағам мен жеңгем мемлекеттік қызметте істеу арқылы танысып отбасын құрды. Тіпті олардың кішкентай Айсана есімді қыздары да 23 маусым мемлекеттік қызметшілер күнінде дүниеге келді. Сондықтан олардың отбасында 23 маусым күні қос қуаныш тойлайды.